Қош келдіңіздер. Тағы бір мәрте көңіл күйлеріне сұрақ қояйықшы. Как настроение? Көңіл күй қалай? Енді көбісі білер білмес, мен осы бриллианттың бүкіл іс-шараларын, кештерін өткізем. Бриллиантқа келген кезде бір төркініме келгендей қуанам ғой. Еркелеп жатырмын, сондықтан да мен бір қош келдің деп маған бір қошемет қояйықшы. Қош келді болды ғой деп отқан шығар, енді арасында бір кісі болады ондай кісілер. Сондықтан да бір сіздердің көңіл күйлеріңізді бір тексеріп алайық. Бірінші оң жақтың көңіл күйін бір тексеріп алайықшы. Правая сторона, как настроение? Оң жақ бармыз ба? Қайсы? О! Тамаша. Мына кісілер бөлудің өзінің қажеті жоқ қой, прям бөлініп апты. Тура бөліп алған ғой, мен айтқан жоқ, мына жақ, оң жақ, сол жақ, вообще айтқан жоқпын. Сондай креативный біздің ата-аналар. Сол жақтың көңіл күйін бір тексеріп қояйықшы. Сол жақ. Вау! Мә бар ғой. Менің свадьбама келген сияқтысыздар сіздер, күшті бір атмосфера. Давайте былай істейік. Оң жақтың көңіл күйін сұраймын сол кезде. Вау! Деп айғайлайықшы просто, иә? Оң жақ, как настроение? Бә, күшті, давай сол жақты көрейік. Сол жақ сіздер деп айтайық, иә? Деп қуанамыз ғой, ана выпискадан шыққан кезде бәрін айтудың қажет жоқ шығар. Тура солай әріпмен. Сол жақ, как настроение? Мәссам, не отстает бірдей. Енді былай істейікші. Оң жақ команда. Былай істейікші. Былай істейміз де сол жаққа мә дейміз. 1, 2, 3 деген кезде дайынбыз ба? 1, 2, 3. Оң жақ, сол жақ, мы тоже не отстаем. Ақыры корейский болып жатыр ғой, дорама қылып жіберейік. Былай жасаймыз. Былай айтамыз. Да. 1, 2, 3 деген кезде келістік па? 1, 2, 3. Рахмет. Тұрсынбек Қабатовтың концерті болып кетті мынау. Күшті бар ғой. Молодцы. Енді құрметті ата-аналар, енді текст оқып берейін, маған жазып берді. Енді бүгінгі Бірлән шығармашылық мектебінің құрметті ата-аналары, бүгінгі Бірлән шығармашылық мектебі ұйымдастырып отқан, оказывается, жиналыс екен ғой бұл. Жиналысқа қош келдіңіздер. Барлығымыздың көңіл күйіміз жақсы секілді. Мен осындай жиналыстар болса, жиналыстан ешкім қалмайтын сияқты ғой. Енді жиналысымызды күшті настроениемен бастап жатырмыз. Давайте сіздер үшін TikTokта, әлеуметтік желіде, YouTube шортстарда хит болып жатқан разминка ойын ойнасақ бола ма? Бөтен ешкім жоқ. Енді Бірлән шығармашылығы басынан басып айтып жатырмыз. Бір отбасымыз ғой. Сондықтан да отбасы болып, бір шаңырақ болып, керемет бір разминка жасап алсақ, назарымыз көгілдір экранда болсын. Экранда көрсетілген затты қайталаймыз. Қолымыз бұлаймыз. Все. Тамаша, дайынбыз ба? Екі қолмен. Вау! Еще. Келесі. Мәссам. Рахмет. Өзімізге бір қошемет ұрып қояйық. Енді құрметті ата-аналар, қадірлі қауым, бүгінгі үлкен жетістігіміздің ұйытқысы болған Бірлән шығармашылық мектебінің негізін қалаушы сахна төріне Шолпан Мерекен қызына қошемет білдіріп, сахна төріне шақырсақ. Қошеметтеріңіз болсын. Біздің ата-аналарымыз қобалжымайым деп ойлаймын дейді па? Ой, сіз баяғы сол ғой. Жылайды қазір, мен біліп тұрмын ұш. Әрқашан бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Бүткіл ойымды бөлдің ғой. Бүгін сіздермен бөлісетін күшті жаңалығымыз бар. Әрқашан бізбен бірге жүретін Яс екеуміз қазір күшті жеткіземіз деген ойдамын. Сол жаңалықты сіздермен бөлісу үшін сіздердің максимально атмосфераларыңыз. Осы жылы 5 жыл бойы бізбен бірге күліп,
бірге жылаған күндеріміздің бәрін бірге өттік қой, шыны керек. Соны қазір бірге көрсек жақсы болар еді. Сөзіңіз аузыңызда, бриллиант шығармашылығына 5 жыл болды, иә? Бұйыртса 6 жыл болады, иә? 6 жыл бізбен бірге болғандар қошемет тұрсыздар бар ма? 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл. Жақында қосылғандар. Залдың 70% бізбен бірге 6 жыл бойы болған екен. Енді яғни бұл тек қана бриллиант шығармашылығы Шолпан Мерекенқызы ол кісінің командасы емес, ең бірінші бізге сенім білдірген сіздердің арқаларыңыз. Енді бұйыртса назарымыз көгілдір экранға аударып, обратный отчетпен керемет бөліссек бола ма? Бағана біз кешімізді бастамастан бұрын, кеш дей берем, жиналыс екен ғой. Жиналысымызды бастамастан бұрын айттық, максимальный реклама керек. Бұндай енді дәрежеге жеткен, жетпегендер де бар. Республика бойынша саусақпен санаулы ғана шығармашылық мектептер алды, алмаған да шығар деп ойлаймын. Сондықтан да қалта телефондарымыз болса, сториске салып, фык-фык отметка жасап жіберейік, иә? Олай болса, назарымыз көгілдір экранда, обратный отчет бірге қосылып санасақ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Біз халықтық атақ алдық. Қошеметтеріңіз болсын. Что-то естімей тұрмын мен. Енді құрметті ата-аналар, менің түсінгенім бойынша бізде республика бойынша, облыс бойынша 15-20 жыл қызмет етіп, государствода болсын, жеке болсын, бұл атақты алмай жүргендер қаншама. Солай ма? Енді кішігірім толықтырып айтып жіберсеңіз, қандай атақ, кімдерге беріледі? Ал енді қайырлы кеш тағы да ата-аналар, жаңадан қосылып атқан. Қысқаша айтып кетейін, мен халықтық атақ дегенді естіген шығарсыздар. Үлгілі хореографический ансамбль дейді, оның бәрі мәдениет түрде бәрі бөлінеді. Бірінші үлгілі атақ болады хореографический. Енді одан да жоғары деңгейде тұратын ол халықтық атақ. Біз енді үлгілі атақтан да жоғары болып, бірден халықтық атақ дегенді алып отырмыз. Біз үшін ол өте маңызды. Өзімізде соған тырысқанымызды, өзіміздің еңбегімізбен жеткенімізді бәрін көрсете алдық деп ойлаймын. Халықтық атақтың мағынасы, жаңа мен айтқандай, неше жылғы еңбек біз көрсеткеніміз бар, жоғары деңгейдің барлығы сонда тұрады. Біздің қаншама шыққан конкурстарымыз бар, фестивальдарымыз бар. Соның бәрі бағаланып, мәдениеттің алдындағы біздің еңбегімізді бағаланған бәрінің арқасында болды. Оның бәрі жалғыз біздің арқамыз емес, жалғыз біздің талантты мұғалімдеріміздің де арқасы, сіздердің де арқаларыңыз. Сол үшін үлкен рахмет. Түсінген сияқты. Мен өзім түсінген жоқпын дейсің. Бұл кісі енді қысқа нұсқа айтқанда енді бірінші хореографический ансамбль болады, одан кейін үлгілі хореографиялық ансамбль, одан кейін барып халықтық атақ беріледі екен. Енді бриллианттың ата-аналары, командасы, ұстаздары, руководство дейміз ғой, басшылықтың ерең еңбегінің арқасы, сіздердің ерең еңбектеріңіздің арқасы оңай емес. Енді қаншама уақыттарыңызды бөлесіздер, мен өзім куәгермін, сіздердің қалай талпынғандарыңыз. Сол себептен сіздерге осындай бақ беріп тұрған шығар, бірден екінші деңгейге өтіп кету. Сондықтан да тағы бір мәрте біздің отбасымызды құттықтап қойсаңыздар болады. Болса біз осындай ерең еңбек еткен ұстаздарымызға арнайы сый сияпаттарымыз бар. Марапаттау рәсіміне кезек берсек. Алғыс хат. Құрметті Маржан Жандарбековна, сізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сіздің қолдауыңыз бен сеніміңіздің арқасында біз халықтық бриллиант би ансамблі атағына қол жеткіздік. Сіздің үлесіңіз бен біздің мектеп үшін баға жетпес, ал біз үшін шабыт пен қуаныш көзі. Сізге зор денсаулық, мол бақыт және шығармашылық табыс тілейміз. Айжан қызымызға ерекше алғыс білдіріп қойсаңыздар болады. За кулисы жұмыстың барлығын, черная работаның барлығын осы қыз жасайды. Әлеуметтік желі, тамаша, еңбегіңіз өте зор. Дәл осындай мәтіндегі алғыс хатпен Виктория Антоновна марапатталады.
Орысша мақтайтын тек жас қоймайсыңдар ма? Жасын, сен апайға бірдеңе береді дейді ғой. Шолпан Мерекен қызына. Бұл кісі өзі үйленіп кішкене. Олай болса, біз келесі құттықтау сөз кезегін Маржан Жандарбектің өзіңізге ұсынайық. Ал қымбатты ата-аналар, Шолпан Мерекеніне бүгінгі халықтық ән би ансамбль атағын алуларыңызбен құттықтаймын. Бұл өте үлкен жетістік. Таланттың шыңына жетіп, халықтың ыстық ықыласына бөлену бұл нағыз бақыт. Еңбегіңіз жеңісті, өнеріңіз өршең болсын деп, ұжымның атынан сізді шын жүректен құттықтаймыз. Тамаша. Әні. Опа. Не деген креатив но. Мынаны тиктокқа салып жіберу керек. Жасын миллион просмотр жинайды. Командалық ұжыммен бір естелік суретке түсіп болсақ болатын шығар, иә? Әбден лайық марапаттармен құттықтап қойсақ болатын шығар, иә? Ага. Вы лучшие, бриллиант! Бізкілер вниманиен қатты жақсы көреді, кеткісі келмей тұр ғой. Үлкен рахмет, алғыс білдіреміз. Сахна сыртына өтулеріңізді сұраймыз. Маржан Жандарбек қызы, сізді қалуыңызды сұраймыз. Және де сахна төріне біз Бриллиант шығармашылық орталығының генеральный директоры Алина Төлеген қызын шақырсақ. Сіздермен бөлісетін ақпараттар бар екен. Және де бағана Айжан деп жатырмыз. Біздің командада қыздар өте көп. Гүлвира ханым, Эльвира ханым бар. Ана қыз танымай тұрмын десең. Айғаным. Және де осы жұмыстардың барлығын қадағалайтын Алина Төлеген қызы. Білмейтіндеріңіз болса, бір таныстырып өтейін деп отырмын. Бір қошемет білдіріп қояйық. Мархабат. Сіздерге де бір ауыз таныстырып кетейін деп едім. Біздің көркем жетекшіміз Маржан Жандарбек қызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Біздің Бриллиант шығармашылық мектебі ұйымдастырып жатқан жиналысқа келгендеріңізге алғыс білдіремін. Енді сіздер көріп жатқандарыңыздай біздің Бриллиант би ансамблі халықтық атағын алып жатыр. Ол біз үшін үлкен деңгей. Соған байланысты бізде енді оқу процесінде біраз өзгерістер болады. Соны айтып кету үшін мен сіздерге осы ортаға шығып отырмын. Енді бастап кететін болсақ. Келесі. Бізде бұл енді жаңадан келген ата-аналарға айтылатын мәлімет болғанымен де, енді сіздердің де таныстарыңыз бар, бізге көп племянницалар, сестренкалар келеді деген сияқты, біз сол үшін айта кетейін деп жатырмыз. Бізде енді халықты би атағын алғаннан кейін пробный сабақ деген болмайды. Бесплатный пробный сабақ деп айтамыз ғой, біз тегін сабақ деп. Онда енді бізде болмайды. Бізде енді балалар тек қана кастингпен ғана келеді Бриллиантқа. Кастинг өту құны да 3000 теңге ақылы болады. Бізде енді бірнеше қызмет пакеттері пайда болды. Олардың құнын, ол туралы мәліметтерді біздің админ қыздардан біле аласыздар, немесе біздің Instagram парақшамыздан көре аласыздар. Бірінші негізгі пакет, ол өздеріңіз келіп жүрген пакет. Бізде алғашқы 2 пакет, негізгі пакет және стандартты про пакет, олар сіздердің пакеттеріңіз. Бірақ сіздерде ешқандай баға жағынан, құны жағынан өзгеріс болмайды, оны уайымдамаңыздар. Бұл пакет, 2 пакет, алғашқы ол жаңадан келген ата-аналарға арналған. Негізгі пакетте, жаңағыдай көргендеріңіздей, аптасына 2 рет 1,5 сағаттан би үйірмесі, жаңағы ең бірінші бала биге үйренген кездегі процесс. Екіншісі,
Ол стандартты про пакет. Яғни аптасына 2 рет 1,5 сағаттан келгенмен бөлек ол жерде уже байқауларға шығасыздар. Байқауларға енді сіздер уже шығып жүрсіздер көптеріңіз. Сондықтан да бұл сіздердің пакеттері, бірақ бұл жаңадан келген ата-аналарға тағы да айта кетейін. Ал енді 3-ші және 4-ші пакеттер ол уже сіздерге жаңалық ретінде айтқымыз кеп тұр. 3-ші пакетте бізде VIP премиум пакеті бар. Ол жерге аптасына 2 рет 1,5 сағатта негізгі бағы би үйірмесіне ғана бара қоймай, тағы да сіздер басқа үйірмеге аптасына 1 рет бара аласыздар. Уже на выбор там вокал, рисование, может актерский деген сияқты, домбыра, гитара бізде бар. Соларға бара аласыздар. Алматы қаласында өтетін ауқымды кастингтер туралы мағлұматтар беріледі. Айына 1 рет ата-анасының сабаққа қатысу рұқсаты болады. Бізде ата-аналар көбісі сыртта, есіктің сыртында сығалап, көргілері келіп тұрады ғой. Соны енді сіздер рұқсат ретінде айына 1 рет сабаққа қатыса аласыздар. Осы пакет сатып алған ата-аналар. Және кішілерге үлгі ретінде балаларыңыз мастер-класстар өткізе алады. Келесі ол бриллиант пакеті. Бриллиант пакетінде жаңағыдай аптасына 2 рет биге бардыңыздар, аптасына 1 рет вокалға бардыңыздар дейлік. Енді тағы да 3-ші кружокқа, яғни домбыра, гитара деген сияқтыларға сіздер тағы да бара аласыздар. Тоже аптасына 1 рет. Жеке өзіне арналған жетістік бақылау күнделігі беріледі. Ол не дегеніміз, сіздер қолдарыңызда біз күнделік береміз. Бала сол күнделікке өзінің қай кружокқа, қай күні барып, қандай дағдыларды үйренді дегендерді сояққа жазып отырады, чтобы сіздер де өздеріңіз бақылап отыра алатыныздай. Және де айына 1 рет сол ата-анасының сабаққа қатысуы, Алматы, Астана, Ташкент, Баку, Дубай, Стамбул қалаларында өтетін кастингтер туралы мағлұматтар беріледі. Және де кіші топқа үлгі ретінде мастер-класстар өткізе алады. Ол балаларыңыз кіші топтарға мұғалім ретінде сабақты беру мүмкін деген осындай пакет бізде орын алды. Бұның құнын бәрін сіздер админ қыздардан Instagram парақшасынан біле аласыздар толығырақ. Келесі. Енді біз пакеттерді айтып кеттім. Одан бөлек бізде қосымша тағы да қызмет түрлері бар. Оның 4 түрі бар. Мысалы, хореография бағыты бойынша жоғарғы оқу орнына және колледжге түсуге дайындық. Ол бізде уже нақты сіздердің бізде ондай қызмет бар. Балаларыңыз колледжге, жоғары оқу орнына түскісі келсе, бізге келіп дайындала алады. Екінші, әліппемен қоштасу, балабақшамен қоштасу билерін қоя алады біздің мұғалімдер. 10-ші сыныптарға мектеппен қоштасу би қойылымын қоя алады. Үйлену, той, корпоратив іс-шараларына флешмоб немесе вальс қою да бізде осындай қызметтер бар енді. Бізге жүгіне аласыздар. Айта кететін бір жайт бар. Бізде осы жерде отырғандардың да ішінде мүмкін бар шығар. Келісім шартқа қоймаған ата-аналар өтініш сіздерге келісім шартқа келіп қол қоямыз. Бізде келісім шартта тағы да бір өзгерістер бар. Ол жаққа бір пункттар қосылады. Соны да қазір айтып кетеміз. Кім егерде келісім шартқа қол қоймады, оплатаны жасамады, біз сабаққа енді кіргізбейміз. Әр айдың 10-на дейін деп білесіздер ғой. Соны сіздерге айта кетейін дегенмін. Енді осы біздің келісім шартта болатын өзгерістерді айту үшін мен сіздерге ортаға көркем жетекші Мажан Жандарбекқызын шақырғым келеді. Тамаша, қошеметтеріңіз болсын. Алина керемет түсіндірген сияқты. Тура бір коучтар сияқты сөйледі ғой. Баюдың 3 жолы бар деп түсіндіре алды ма? Сол сияқты пакеттің 3 түрі бар. Көк пакет айген, қара пакет, полный пакет алатын болсаңыздар, китайский ала сөмке деген сияқты ғой. Енді түсініп отқан жоқ сияқтысыздар. Менің түсінгенім бойынша қалған сұрақтар болса, офисқа барып, өзіне бізде қыздар бар, толыққанды түсіндіріп береді. Алинаға бір қошемет тұрып қояйық. Енді келесі мағлұматпен бөлісу үшін біз сахна төріне Маржан Жандарбекқызын шақырамыз. Мархабат. Сіздерге келісім шарттың өзгерістерін айтып кеткім келеді. Біріншіден, бала себепсіз 2 апта, яғни 4 сабақ бойы сабаққа қатыспаса, онда биден шығарылады. Өздеріңіз білесіздер, би ол топтық үйірме, бір-бірімізді қолайсыз жағдайға қалдырмауымыз керек. Соны сіздерден өтініп сұраймыз. Екіншіден, байқауларға 10 жасқа дейінгі балалар 1 жылдан кейін ғана шығады.
Өйткені біз осы уақытқа дейін жарты жылда немесе 3 ай дайын болғанда шығара беретінбіз. Енді оны кішкене өзгеріс енгіздік. Өйткені бала әлі дайын болмай тұр. Нақты дайын болу үшін 1 жылдан кейін ғана шығамыз. 10 жастан кейінгі балалар 10 айдан кейін ғана байқауға шығарылады. Үшіншіден, көп ата-аналардың шағымдары бойынша костюм реквизиттарға тек ата-аналардың өздері ғана бұдан кейін жауап береміз. Бағанағы ата-аналар комитетін тағайындап, сол кісі ақшаны жинап, тігіншімен сөйлесіп, бізге тек қана эскизді ғана алып келесіздер. Эскизді бағана бәріміз хореограф бар, администрация бәріміз отырып утверждать етеміз. Сол кезде ғана сіздер ары қарай киімдеріңізді тігуге рұқсат болады. Тағы да басқа шағымдарыңыз бойынша ішкі топтық іс-шаралар ата-аналардың ұсынысымен ғана өткізіледі. Сосын кез келген қаланың іс-шараларына енді міндетті түрде қатысуымыз керек. Өйткені халықтық би ансамбль деген атағымыз бар. Сондықтан бізге әкімдіктен қай жаққа қатысасыздар дейді. Бағанағы 22 наурыз сияқты үлкен бағанағы мероприятиялардың бәріне қатысамыз. Енді тағы айтып кететінім, біздің балаларымыз уже әбден лайық шетелге баруға. Сол жағында кішкене қарастырсақ ата-аналар, балаларымыз кішкене шетелге қарай шықса, шетелдің үлкен бағанағы байқауларына қатыса деп ойлап отырмыз. Сол жағынан да кішкене көмек сіздерден. Тағы да Instagram парақшамызға жарияланатын барлық контент тек қана Бриллиант мектебінің бекітілген контент жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Егер балаларыңыздың суреттері немесе видеолары біздің Instagram парақшамызда жарияланғанын қаласаңыздар, өз парақшаларыңызда жарияланған материалдарыңызға міндетті түрде Бриллиант мектебінің парақшасын белгілеп отыруларыңызды сұраймыз. Белгіленбеген жағдайда жарияланған материалдарды көрмей қалуымыз мүмкін. Міне осындай кішкене ғана бізде бағанағы өзгерістер бар. Осыған кішкене мән берсеңіздер. Рахмет. Үлкен рахмет. Құрметті қонақтар, бізде тағы да бір жақсы жаңалығымыз бар. Бриллиант шығармашылық мектебінің балаларының болашағы бізге өте қатты маңызды. Сол үшін біз қазір Freedom Bankпен меморандумға отырамыз. Алақан деп миды ашты. Freedom Bank кеттік, пожалуйста. Құрметті қонақтар, ата-аналар, саламатсыздар ма? Freedom Bankның Талдықорған қалалық филиалының директорының орынбасары Өмірбекова Салтанат есімім. Бүгінгі күні осы іс-шараны пайдалана отырып, Шолпан Мерекен қызын осындай үлкен атақ алуымен сіздің ұжымыңызды құттықтаймыз. Үлкен сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Үлкен белестерді бағындырып, асуларды осындай балаларыңызбен халықаралық, мемлекеттік лауреат атағын иеленуіңізге шын жүректен тілектеспіз. Енді бүгінгі күні осындай меморандумға қол қойылған жатырмыз. Ол жаңағы Бриллиант халықаралық би ансамблі және біздің банк Freedom банкының арасында осындай келісім шарт үлкен. Сол келісім шарттың шеңберінде сіздерге болашақта қаржылық сауаттылық, балаларыңызға кәсіптік бағыттылық, басқа да банктік сұрақтар, қаржылық қызметтер саласында үлкен іс-шаралар өткізілген кезде сұрақтарыңыз болса, көптеген осындай сұрақтарға жауап беруге дайынбыз. Осындай меморандумға бүгін қол қойылғалы жатырмыз. Рахмет. Тамаша. Берекелі болсын, құтты болсын деп бір қошемет етіп қояйық. Не деген креатив, е? Бүкіл жағдай жасап, банк дайындаған презентациямыз бар екен. Назарымыз көгілдір экранда болсын. Ал енді құрметті қонақтар, жаңа айтып өткендей, біздің Freedom банкының қысқаша ғана бір 5 минут уақыттарыңызды алсақ, біздің қаржылық қызметтер туралы сіздерге маңызды ақпарат жеткізсек деп ниеттеніп едік. Freedom банкі ол үлкен Freedom Holding корпорациясының құрамына кіреді. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында банктың 17 филиалы қызмет етуде. Соның ішінде Талдықорған қаласында 2025 жылы наурыз айынан бастап біздің банктың филиалы толыққанды банктық қызметтерді көрсетуді жүзеге асырып отыр. Біздің банкімізге биыл 5 жыл толып отыр. Мына Қазақстанның аумағында көрсеңіздер, міне бүгінгі күні осынша біздің клиенттеріміз бар екен.
Freedom банкі тек қана жеке тұлғаларға ғана емес, сонымен қатар заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына да барлық толыққанды банктық қызметтерді ұсынуда. Енді мына жаңағы Freedom Holding корпорациясы туралы айтып өтетін болсақ, Freedom банкі соның құрамына кіреді. Бұдан басқа бізде көріп отқандай мына экосистема деген бар. Ол Freedom Holding корпорациясына кіретін барлық ұйымдарды, Freedom сақтандыру, Freedom Mobile, Freedom Telecom, Aviata, Tikiton сияқты холдингтің құрамына біз сияқты кіретін үлкен қаржылық қызмет көрсететін ұйымдар бар. Бұның барлығын сіздер Freedom Super App қосымшасын қосып алу арқылы, телефондарыңызға жүктеп алу арқылы осы Freedom корпорациясына кіретін барлық қызмет түрлерін бір приложение, Super App приложениясының ішінен қызмет көрсету ұсынуларыңызға болады. Мысалы, Tikitonды алатын болсақ, театр, концерттерге, үлкен сахналарға билет алатын болсаңыздар, біздің Super App приложение арқылы сатып алатын болсаңыздар, сіздерге үлкен кэшбэк қаржылық сомасы қайтарылады. Сол сияқты мына барлық экосистеманың кез келген ұйымының қызметін ұсына аласыздар біздің приложение арқылы. Келесі. Енді суперкарт туралы айтып өтейін қысқаша. Бұл біздің Freedom банкінің карточкаларының дизайндары. Міне бүгінгі күні өте сондай қазіргі заманғы заманауи дизайндегі карточкаларды шығарып аласыздар. Жалпы Freedom банкі өзін инновациялық цифрлық банк ретінде нарыққа ұсынып отыр. Яғни біздің кез келген қызметіміз онлайн түрде сіздер қолдана аласыздар. Ол үшін банк отделениясына келіп, филиалға келіп, менеджерді іздеп қажеті жоқ. Кез келген банктың өнімін, депозит болсын, кредит болсын, карточка болсын, счет ашу болсын, басқа да аударымдар болсын, сіздер Super App приложение арқылы удаленно жүктеп, цифрлық түрде, онлайн түрде қызмет алуға болады. Жалпы біздің Freedom банкі ипотеканы бүкіл әлем бойынша цифрландыру бойынша ең бірінші банк болған. Ипотеканы ең бірінші біз цифрлы түрде халыққа қызмет көрсеткен болатынбыз. Бүгінгі күні ипотекадан басқа да авто несие, жаңағы жеке тұтыну несиелерінде осылай Super App арқылы онлайн түрде рәсімдеуге мүмкіндік бар. Енді мына жерде карточкаларды Super App приложение жүктеген соң сіздер карточка аша аласыздар. Сол карточкамен сіздер егер дүкендерде, кафе, басқа да ойын сауық мекемелер, немесе киім-кешек, кез келген тауар қызмет түрлерін тұтынған кезде, біздің карточкамен Super Appпен төлеген кезде сіздерге кэшбэк, яғни бонустар қайтарылады. Ол дегеніміз не? Мысалы, 10 000 теңгенің затын алсаңыздар, сіздер кем дегенде 3% кэшбэк иемденесіздер. Ол тек қана жаңа таңдаулы тауар қызметтерге емес, барлық тауар қызметтерге жүреді. Ол үшін сіздер біздің Super App приложенияны жүктеп, карточка ашып, сол карточкаға ақша салып, сол арқылы пост терминалдарда төлеп, сол кэшбэктерді ала аласыздар. Және айта кететін жайт, бұл біздің приложение тек қана біздің пост терминал емес, басқа банктерінде пост терминал арқылы төлей аласыздар. Мысалы, Каспи болсын, Халық банк болсын, кез келген пост терминал тұрса, біздің приложение арқылы бесконтактный оплата жүргізу арқылы үлкен кэшбэктер алуға болады. Кэшбэктердің мөлшері 7-8%-ға дейін жетеді. Ең минимальный 3%. Ол сіздердің жаңағы уровень лояльности деген болады. Әр клиенттің счетта қанша ақшаңыз бар, соған байланысты ол уровень өсе береді. Сол деңгейге байланысты сіздер үлкен қомақты кэшбэк ала аласыздар. Сосын бағана айтып өткен экосистемаға кіретін барлық біздің корпорацияның жаңағы Freedom Mobile, мысалы біздің Талдыронда бар, Астана сауда үйінің бірінші этажында. Сол жерде ол жаңа гаджеттар, телефондар сататын дүкен. Егер ол жерден телефон алатын болсаңыздар, біздің Super App приложение арқылы 30% кэшбэк иемденуге болады. Ол дегеніңіз, мысалы, 1 миллион теңгенің телефонын сіздер 700 000 теңгеге ала аласыздар. 30% сізге кэшбэк ретінде қайтады. Плюс еще жаңағы уровень лояльностьға байланысты 7%-ға дейін кэшбэк алуға болады. Сол сияқты Авиата, жаңағы авиабилеттер, ЖД билеттер, кэшбэк, Тикитонда 21%-ға дейін кэшбэк алуға болады. Арбуз дейміз Алматыда, доставка еды, сол жерде 17%-ға дейін кэшбэк алуға болады. Оның барлығы біздің Super App приложенияның ішінде қамтылған. Келесі, PowerCard. Енді сіздерге ең қызығы, бізде қазір білесіздер, Жетісу облысының барлық орта білім мектептері білім класс платформасы арқылы балаларыңыз бағаланады. Бұрын күнделік болған, қазір білім класс. Ол білім класс тек қана біздің Freedom банкі арқылы платформа іске асырылады. Қолданатын адамдар бар шығар, балаларыңыз мысалы 10 бала алатын болса, 100 теңге кэшбэк түседі біздің карточка арқылы қолданатын балаларға. ТЖБ, БЖБ-лар 85%-дан жоғары бала алатын
алатын болса 200 теңге, 90-дық баға 85%-дан жоғары алатын болса 300 теңге кэшбэк алады. Яғни бала ай сайын жақсы баға алу арқылы 5000 теңге дейін ай сайын өзіне қосымша табыс алу мүмкіндігі бар. Егер білім класс приложениясын қоспаған болсаңыздар, қосып алыңыздар тезірек. Қазір уже 3-ші тоқсанның ортасы, иә? Бізде 3-ші тоқсан мен 4-ші тоқсан ғана қалды. Балаларыңызға ақша табуға мүмкіндік беріңіздер. Өздеріңіз де кэшбэкті қолданыңыздар. Ол үшін ата-ана суперап приложениясын жүктейді, өзіне карточка ашады, содан кейін мына балаларға арналған Power карточканы ашады, Power детская карта. Сосын баланың сотовый телефонын тіркеу арқылы балаға SMS код келеді, сол арқылы балаларыңызды тіркейсіздер. Бір бала болса, бір бала, бірнеше бала болса, бірнеше бала. Сосын өзіңіз приложенияда білім класының бағаларын қадағалап, балаға тапсырма беріп, сондай үлкен мүмкіндіктер бар біздің суперапта. Келесі. Енді мынау біздің жеке тұлғаларға берілетін несиелердің негізгі түрлері: ипотека, автонесие, жеке тұлғаға арналған потребительский дейміз, содан кейін рефинансирование. Бізде барлық бұл продуктыларды жаңа суперап, мен айтып отқан суперап приложениясы арқылы, сотовый телефон арқылы удаленно берулеріңізге болады. Егер түсінбей жататын болсаңыздар, онда филиал отделенияға келіп, менеджер арқылы берсеңіздер де болады. Жалпы ипотека, автокредитование барлық кредиттің шарттарын осы жерде міне көріп отырсыздар слайдта. Келесі. Депозиттерге ерекше тоқталғып өткім кетеді. Қазір барлық екінші деңгейлі банктердің арасында біздің Freedom банкының депозиттер бойынша ставкалары өте жоғары болып табылады. Мысалы, сіздер басқа банктерде депозиттеріңіз бар, иә, қолданатын шығарсыздар. Ай сайын алып шешіп тұратын депозит түрлері бар, иә. Ол жерде енді атап айтпай қойын, басқа банктердің ставкалары қазір 14.1, 14.2, ары кетсе 14.5. Бізде ол депозит мына копилка деп аталады. Ол жерде ставкасы 16.8-ге дейін барады. Өте тиімді ставка бүгінгі күні ең банктердің арасында. Келесі стратегия. Ол салып тұруға болады, бірақ шешіп тұруға болмайды. Тек қана салып тұруға болатын депозит 3 айға, 6 айға, 1 жылға ашуға болады. Ол жерде процентный ставка 17.8-ге дейін тұрады. Ал келесі капитал деген, ол шешуге де болмайды, толықтыруға да болмайды. 3 айға аштыңыздар ма, 3 ай сол ақша сол жерде жатады, оны тиіспейсіздер. 6 ай ма, 1 жыл ма, то есть мерзіміне сәйкес, ол жерде ставка 20-ға дейін барады. То есть бүгінгі күні мына ставкалар барлық банктерге қарағанда ең тиімді ставкалар болып табылады, депозиттер бойынша. Бұны да кез келген кезде суперап приложениядан қосып алуларыңызға мүмкіндік бар. Келесі слайд. Депозит. Жаңағы айтып өткен депозиттер бойынша да кэшбэк алу мүмкіндігі бар. Бұл қосымша табыс, иә. Сіздер депозит кем дегенде 500 мың теңгеге ашсаңыздар, жаңағы стратегия капитал депозит, сізде қолма-қол кэшбэк қайтарылады. Бүгінгі күні ең төменгі кэшбэк 10 мың теңге. Мұнда ескі жаңағы мағлұматтар берілген. Ана 5 мың деген қазір 10 мың. Егер 1 миллионнан жоғары депозит ашатын болсаңыздар, онда 15 мың теңге кэшбэк аласыздар. Моментально. Егер 1,5 миллионнан жоғары суммада депозит ашатын болсаңыздар, онда мына 15 мың емес, оның орнына қазір 20 мың кэшбэк беріп отыр. Яғни көп клиенттер қазір бізге келіп, депозит ашқан күні мынандай кэшбэктерді қосымша өзіне сыйақы ретінде пайдаланып жатыр. Келесі слайд. Рефералдық жоба деген бізде бар. Ол дегеніміз, мына сотовый телефонда суперап приложениясы жаңағы, мен айтып отқан суперап приложениясы. Кез келген адам суперап приложениясының ішінде реферальная программа деген болады. Яғни мен өзімнің приложения арқылы ссылкамды өзімнің достарыма, өзімнің туыстарыма, жақындарыма таратам. Менің промокодыммен сол кісі егер жүктеп алатын болса суперап приложенияны, маған да 1000 теңге кэшбэк түседі. Сол жүктеп алған адамға да 1000 теңге түседі. Сосын 50 мыңға дейін оборот жасаса, жаңағы товарлар, қызметтер сатып алса, маған 1500 теңге түседі, сол жүктеген адамға тағы да 1500 түседі. Ол кісі тағы 5 адамға өзінің ссылкасын таратқан кезде 5 адамның 100 теңгесі маған 500 теңге болып, тағы да кэшбэк түседі. Яғни мына біздің кэшбэчный ақша табу мүмкіндігіміз шексіз деп айтуға болады бүгінгі күні. Барлық мүмкіндікті пайдаланып сіздер кэшбэк ұта аласыздар. Келесі. Енді банктік өнімдерден басқа бізде басқа да, мысалы, инвестициялық валюта, программа лояльности жаңа айтып өттім, осылардың барлығы бір суперап приложенияда қамтылған. Бір приложенияны қосып алу арқылы осы қызметтердің барлығын сіз қолдана аласыздар.
карточка ашу тегін, депозит шот ашу тегін, карточканың жылдық төлемдік, мысалы басқа банктерде бар, 1990 теңге төлейді жылына. Ол қазір 10 мың теңге дейін өсет деп жаңағы қазір өзгерістер енгізіліп жатыр, иә. Бізде тегін жылдық төлемінде жоқ. Келесі. Енді мына телефондарды жазып алсаңыздар болады, мына QR арқылы Freedom Super приложениясын жүктеп алсаңыздар болады. Біздің менеджерлардың телефондары, содан кейін біздің келесі слайдта мына бізде қала бойынша отделение, филиал, банкомат, картоматтардың мекен жайының тізімі. Біздің филиал Талдықорған қаласы, Төлебаев көшесі 39/41 мекен жайында орналасқан. Картомат арқылы міндетті моментальный карточканы шығарып алуға болады. Одан басқа бізде 7-ші микрорайонда Фудмарт дүкенінде де картомат орналасқан. Сол жерде 24 сағат барып, любой кезде карточка шығарып алуларыңызға болады. Рахмет. Рахмет. Freedom банкқа үлкен алғыс білдіреміз. Қошемет білдіріп қойсын. Қайда келді деп отқан шығасыр, иә? Мен түсіндіріп жіберейін, короче, бітеміз қыздар. Күйеуімізге 7% кешбек алып береміз. Платинум деп тұрды ғой. Сол каждый товар аламыз, бензин, заправка, сол жерден ақша түседі кешбек. 7%. Пожалуйста. Одан кейін бағана класс дейді, білім классқа тіркелеміз. Қыздар 2-3 бала аз. Пока возможность бар, 7-8 босаныл. Бизнес бұл, бизнес. Қалжыңдап отқаным ғой енді. Бағанаға енді менің ойымша тыңдап отырмын. Өте керемет ұсыныстар, карта ашу, годовой бәрі тегін. Сондықтан да енді Freedom банкқа осындай көңіл бөліп келген үшін бір қошемет тұрып қояқшы. Енді осымен сіздерге жақсы жаңалығым бар, жиналыс бітейін деп тұр. Енді концертный программаға кезек берсек, біздің енді артымызда балапандарымыз қобалжыпты, бір қошемет білдіріп қойсақ бола ма? Олай болса сахна төріне өзіміздің кішкентай ғана жұлдыздар, аналардың құрметіне дайындалған, талай адамның жүрегін елжіреткен хореограф Дамира Нұрлан қызының ана биін біз сахна төріне шақырып, өздеріңізге ұсынғалы отырмыз. Қошеметтеріңіз болсын. Мама большая и сильная. Мама храм. Мама меня защитит от любого. Да, мам. Мама моя опора. Она мой друг. Мне не хотелось бы, мама, с тобой разлук. Мама такая крепкая. Мама храм. Мама меня защитит от любого. Да, мам. Мама, давай с тобой вдвоем, как раньше, просто посидим. Без повода, но обо всем. Мы посмеемся и чуть погрустим. Ты посмотришь нежно на меня и окутаешь своим теплом. Как же доченькой твоей быть мне повезло. Мама, тебе опять бегу я, чтоб утонуть в объятиях твоих. Мама, так бережно храню я тепло и нежность добрых глаз твоих. Ты мне открыла целый мир и столько посвятила лет. Ты согревала каждый миг, оберегала от тревог и бед. И когда я на тебя смотрю, то хочу прижаться крепче вновь. Нет любви сильнее и искренней, чем твоя любовь. Мама, к тебе опять бегу я, чтоб
объятиях твоих. Мама, так бережно храню я тепло и нежность добрых глаз твоих. Мама, к тебе опять бегу я, чтоб утонуть в объятиях твоих. Мама, к тебе опять бегу я, чтоб утонуть в объятиях твоих. Мама, так бережно храню я тепло и нежность добрых глаз твоих. Мама. Тамаша. Қошеметтеріңіз болсын. Барша аналардың құрметіне арналған қойылым болды. Аналарды жұмақ дейміз, күн дейміз, құрғақ сөзге құмармыз ауыл ғибыз. Ысық асын ішіп алып ананың айтқан сөзін құлаққа да ілмейміз. Түнде жортсаң өзің үшін алаңдап, кірпірік ілмей жататын білмейміз. Жақсы көрем жаным апа дегенді, неге осы жиі айтып жүрмейміз. Аналарды көктем дейміз, гүл дейміз, құрғақ сөзге құмармыз ау ылғи біз. Пейіл бөлмей өмір берген адамға дүниенің қыр соңында жылжимыз. Хош апатай деп айтуға бір күні үлгер алмай қаларыңды білмейміз деп біз кешіміздің басында, жиналысымыздың басында өздеріңізге ұсынған бүлдіршіндеріңіздің хаттары бар. Сол хаттарды оқуларыңызды сұраймыз. Шексіз жақсы көремін. Сенің мейірімің маған күш береді. Мені әрдайым қолдап сенгенің үшін рахмет. Сен менің ең үлкен бақытымсың. Әрбір жетістігімнің артында сіздің еңбегіңіз бар. Сен барда мен ешқашан жалғыз емеспін. Мені би әлеміне жетелегенің үшін рахмет. Өмір жолымды жарық еткенің үшін алғыс айтам. Анашым, сенің жүрегің ең жылы мекен. Менің күлкім де арманым да сенен басталады. Сен маған сенімді үйреттің. Анасым, сен батырсың. Сенің батан әрқашан жанымда. Анасым, сен менің досымсың. Сенің қолдауың мені ауылға жетелейді. Бриллиантта билеуге мүмкіндік бергенің үшін алғысым шексіз. Сен бар болғанына қуанамын. Сенің махаббатың мені қорғайды. Армандауға үйреткеніне рахмет. Сен мені ешқашан тастамадың. Мен қандай болсам да жақсы көрдің. Әр бием саған арналады. Сен сөздерің мен жүрегімде. Би арқылы өзімді таптым. Маған өзіме сенімді үйреттің. Сен мені алға жетеледің. Әр қадамым саған. Өмірімде жол көрсеткеніңе рахмет. Сенің махаббатың шексіз. Менің жетістігім сенің еңбегің. Өз жолымды табуға көмектестің. Анашым, сені қатты жақсы көрем. На сцену. Не стоит в свете софитов. Ее не объявляют в микрофон. Но без нее не было бы ни одного выхода на сцену. Ни этого костюма, ни этого танца. Это она встала в 5 утра, чтобы собрать все, что не успели вчера. Это она не доела завтрак и села за руль и повезла на выступление или конкурс. Это она нашла, где купить ленты точно под цвет балеток. Это она отпросилась с работы ради примерки и репетиции. Она не получает кубки и медали, но знает цену каждой из них. Мама держится, когда ребенок плачет. Она радуется, когда он в победителях, и обнимает крепче, если не получил кубок. Мама – это опора, тепло и невидимая сила, которая каждый день делает невозможное и не ждет похвалы. Иногда она думает: я просто мама, но все так делают, это ведь нормально. Но знаете что? Это по-настоящему велико. Потому что мама не просто возит, гладит, оплачивает и поддерживает. Она верит. И ее вера – это то, на чем стоит детская мечта. Мамы танцоров, вы не просто часть процесса. Вы режиссеры мечты. И то, что вы делаете каждый день, это намного больше, чем кажется. Гораздо больше. Бәріміздің көңіліміз босап жатқан сияқты. Енді осындай керемет
жүректен шыққан сөздерді ұсынған бүлдіршіндерімізге алғыс рет. Әншісі Бриллиант шығармашылық мектебінің үздік ұстазы сахна төрінде Назира Еркін және де оқушылар хоры. Батаңды қабыл алып сахнаға шықтым ана, сапарда жүрген кезде мен алаңдап күттің ана, әрдайым уақыт бөліп шабыт беріп көңіліме қарадың. Я мама, әр сөзің алтыннан бағалы бар мәні, біз үшін жаныңды арнадың, бәрі де сенің арқаң ана жан, ана жан. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайымнан сипаған, жылы күйіп жүр балам. Жұмақтың кілті сенің табаныңның астында, дұғаның арқасында бақыт қонды басыма. Мен үшін орны бөлек байлығымсың расында. Ана жан, ешқашан қатарымнан кем қылмадың, жаныма жігер беріп нұр сыйладың. Жанашыр ана жан, ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайымнан сипаған, жылы күйіп жүр балам. Қошеметтеріңіз болсын. Біздің сүйікті аналарға арнайы біздің ұжым мен бүлдіршіндердің атынан осындай ықылас күлі. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайынан сипаған, жылы күйіп жүр балам. Қане, бәріміз бірге. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайымнан сипаған, жылы күйіп жүр балам. Қошеметтеріңіз болсын. Бриллиант шығармашылық орталығы Назира Еркін біздің сүйікті бүлдіршіндерден құралған хорға қошемет білдіріп қояйық. Және де осындай ықылас гүлдерін сіздерге ұсынып, осындай креативті идеяны ойластырған ұстаздарымызға да бір ерекше алғыс білдіріп қояйық. Ешкім ешқайда кетіп қалмасын, құрметті ата-аналар, сәл қалды. Осы бүлдіршіндеріміз аман болсын. Сіздер аман болыңыздар. Қойсаңыз. Нұсқаша жеткізгіміз келді, бірақ енді ұзақ болып кетсе айып етпеңіздер. Өйткені сіздер білесіздер, біз көппіз, шүкір Аллаға. Әр қайсыларыңызды біз жеке-жеке айтқаннан бір жерге жинап, осылай балаларыңыздың көңіліндегі хаттарын білдіріп, өзіміздің бір тал болсын гүлімізбен сіздерге деген вниманиямызды жеткізгіміз келді. Жаңа енді айттық қой, жаңа Маржан апай біздің художественный руководителіміз. Бұның бәрі біздің жетістігіміз. Алина деген қызды директорымыз, жаңа басында өзіміз қобалжып кеттік де, бірінші рет
бұндай ауқымды жиналыс өткізіп тұрғаннан кейін бізді де түсінеді деген ойдамын. Енді ата-аналарымыз арасында алғыс білдіремін, сөйлеймін деген кісілер бар екен. Кеңіз ортаға шақырайық. Міне осындай ата-аналар болу керек қой. Мағаншы десең. Всем здравствуйте. Шолпан Мерекеновна, мы с вами с основания вашей студии. Я хочу сказать, что ваша студия «Бриллиант», она просто обречена на успех. Понимаете, вы же сами говорили, помните, что была мечта, и слово «бриллиант» это... Я вам хочу сказать, что ваша студия в городе Талдыкурган самая лучшая. И мы очень рады, я хочу вам спасибо сказать от всех родителей. Благодаря нашей студии, родители, вы понимаете, да, что наши дети увидят хотя бы не весь мир, но все, что находится в Казахстане. Мы, например, в Узбекистане были, гран-при привезли. Это такой кайф, когда твой ребенок выступает. И, Шолпан Мерекеновна, большой рахмет вам за такую возможность, что вы даете нам, родителям. У нас город маленький, такого ничего нет, чтобы можно было ребенка, знаете, вот так вот возвысить. И благодаря вашей студии наши дети звездочки. Рахмет вам. Рахметмін. Не деген тілектер. Тамаша. Мен барлығын көріп отырмын. Бағана Алина есіңе сақтап ал. Бағана 2 гүл берді ғой. Сол кісіге средний пакет. 1 айға тегін. Мақтап кетті ғой бағанаға апайымыз ақ пиджактағы. 2 айға полный пакет тегін. Корзинка берген кісіге 1 ай 9 күн тегін. Әзір енді шын сіздердің арқаларыңызда былай істесек бола ма? Барлықтарыңызға сөз бергімізге бақ тұр. Бірақ мәдениетте жүргеннен кейін мәдениетті түрде бір поклон жасап алғыс білдірсек болатын шығар. Барша ұстаздар сіздерге үлкен рахмет. Енді Бриллиант шығармашылық орталығының барлығына алғыс білдіремін. Мен өзімді айтуды ұмытып кеттім ғой. Мені сториске сақ қойыңыздар, қыздар, күшті. Әзір ғой, енді бүгінгі жиналыста сіздермен бірге болып, мен қателеспесем Бриллиантпен 3 жыл бойы барлық іс-шараларда біргеміз. Сондықтан да есімім Диас, келесі кештерде кездесіп жатсақ, дәке, жаным, лапочка дей берсеңіздер болады. Бойда қыздарға красавчик, краш тоже допустимо. Барлықтарыңызға алғыс білдіреміз. Рахмет. Дальше концерт қып жіберейік па? Қайтқыларыңыз кеп отқан жоқ қой. Осымен жиналыс бітті, қыздар, қайтайық. Барлықтарыңызға рахмет. Үлкен алғыс білдіреміз. Бриллиант тек алға, Бриллиант жасасын.